Астана қаласынан 32 шақырым қашықтықта жатқан Ақмола облысы Целиноград ауданына қарасты Қабанбай Батыр ауылы. Елді мекенде 1300-ге тарта түтін, 10 мыңға жуық тұрғын бар. Ақсақалдардың айтуынша, ауылға өзге өңірлерден келіп қоныстанушы адамдар көп. Олардың басым бөлігі Астана қаласына барып келіп жұмыс істейді. Қабанбай Батыр ауылдық округіне қарасты 3 ауыл бар. Олар Қызылжар ауылы 265 үй 1346 адам. Нұра ауылы 40 үй 201 адам. Сарадыр ауылы 16 үй 54 адам. Мұндағы тұрғындардың үлес салмағы қазақтар 5553, орыстар 1025, украиндар 177, немістер 128, белорустар 84, шешендер 108, татарлар 84, күрттер 343, өзге ұлттар 223 адам. Ауылда 2 мектеп бар. Солардың бірі 2014 жылы қолданысқа берілген Қызылжар орта мектебі. Таза қазақ тілінде білім беретін оқу орны толықтай бейне бақылау құрылғысымен жабдықталған. Сонымен қатар оқушылардың денсаулығын қадағалайтын медициналық орталықта жұмыс істеп тұр. Атап айтарлығы, айналасы 4 жылдың ішінде спорттық жарыстар мен мәдени шаралардан жақсы жетістікке жеткен. Мектеп өзі 300 орынға арналған. Бұнда мұғалімдер саны 34. Бірінші 14 жылы бізге бала саны 150-ден бастағанбыз. Қазір баламыздың саны 310-нан асты. 2 ауысым болып оқимыз. 5 қазанда болған елбасымыздың мұғалімдердің мәртебесін көтеруге көптеген мүмкіндіктер жасалуда. Барлық балаларымыз осы ауылда бұрыш-бұрышта жүргеннен гөрі осы мектепке келіп, орталық мәдени ошақ болғаннан кейін барлығы балалар осы жерге жиналып, біздің мектебіміздің мәртебесін көтеруде. Сондықтан біз олармен елбасымыздың көздеген саясаты жаңа жастармен жұмыс болса, біз сол жұмысты жүзеге асырып жатырмыз. Ауылдық округтың аумағында 3 акционерлік қоғам бөлімдері, 9 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 11 шаруа қожалығы, 72 жеке кәсіпорын жұмыс істейді. Мемлекет басшысының шағын және орта кәсіпті дамыту жобасы аясында кірпіш өндірумен айналысатын Астана керамик жауапкершілігі шектеулі серіктестігін айта кеткен жөн. Заманауи технологиялармен қамтылған өндіріс ошағы жылына 30 миллион дана кірпіш шығарады. Астана керамик зауыты шілде айынан бастап жаңа технологиямен жұмыс істей бастады. Қазіргі таңда кірпіштің 3 түрі шығарылады. Болашақта кірпіштің 8 түрін шығару ойда бар. Елбасының бизнесті қолдау жобасы аясында Даму банкімен бірлесіп осы жұмысты жасап жатырмыз. Қазіргі уақытта зауытта Қабанбай ауылының 50 тұрғыны жұмыс істеп жатыр. Бала болашақтың иесі, жастар кемелді келешектің кепілі. Бұл сөздер Қабанбай ауылындағы балауса балабақшасына қарат айтылғандай. Себебі 320 балаға арналған мемлекеттік мекемеде сәбилерге барлық жағдай жасалған. Кең әрі жарық бөлмелер, жоғары санатты тәрбиешілер және түрлі техникалық мүмкіндіктер бар. Сонымен қатар жаздағы жасыл желекті 6 ай қыста көріп тамашалауға мүмкіндік беретін қысқы бақта орналасқан. Ақмола облысының Целиноград ауданының Қабанбай Батыр ауылындағы ең бірінші осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі ашылған балауса балабақшасы, жалғыз балабақшамыз. Бұл алғаш ашылғанда 320 орындыққа арналып ашылды. Бұл жерде 87 қызметкер жұмыс істейді, әркім өзінің міндетін біледі. Және 34 педагогтар бар өзімізде. Бүгінгі таңда бізге 7 жыл толып отыр. Баланың өсуі көбеюіне байланысты бізде биыл 14-ші топты ашып отырмыз. Қазіргі санда бала 303 бала бар.
Иә, біз бір күндік сапарымызда Қабанбай батыр ауылымен толығырақ таныстық. Қайтар жолда қазақ батырларының қолбасшысы Қаракерей Қабанбайдың кесенесіне барып, Құран бағыштап, дұға жасадық. Бүгінде бұл киелі орын халықтың жиі бас сұғатын қасиетті жерін айналған. Güzel.